Сәлем достар, бұл Скафрон арнасы. Бүгінгі ғарышқа саяхатымыз күн жүйесінде болмақ. Күн жүйесіндегі ең суық планеталарды білетін шығарсыздар. Ал мына Меркурий планетасы өте ыстық болғанмен қатар, күнді өте тез айналатыны тағы бар. Былай айтқанда, Меркурий күнді 88 күнде бір айналады. Күннен арақашықтығы 57 миллион километр болатын бұл Меркурий планетасының ең ыстық жері 430 градус Цельсийге дейін жетеді. Меркурий жер тектес планета, және дәл осы планетаның табиғи серіктері жоқ. Ол айға өте ұқсайды. Бетіндегі өте көп мөлшердегі кратерлер және оның кішкентай формасы айды нұсқап тұрғандай. Сонымен қатар Меркурий Юпитердің Ганимед және Сатурнның Титан деген серіктерінен кішкентайлығымен ерекшеленеді. Назарларыңызға қазақ ютубындағы жаңа сапалы арна әрі Скафрон арнасының серіктесі маған қызық арнасын ұсынамын. Видеолардағы сапалы монтаж бен керемет дикция сізді қызықтырмай қоймайды. Арнасын тамашалап кетуді ұмытпаңыз. Меркурийдің күнге өте жақындығы қазіргі таңда оның массасының тарылуына әкеп соғуда деген болжамдар бар. Яғни күн Меркурийді қыздыру арқылы оның сыртқы қабатын буға айналдырып жоқ қылуда. Тағы да айта кетерлік нәрсе, Меркурийдің тұрақты атмосферасы жоқ. Жай ғана Меркурий қыртысын қоршап тұрған экзосферасы бар. Экзосферасы негізінен 42% оттектен, 29% натрийдан, 22% сутектен, 6% гелийден тұрады. Аталған ақпараттар Меркурийде тіршіліктің жоқ екеніне дәлел бола алады. Бірақ мұндай ортада кейбір вирустар мен бактериялар өмір сүре алуы мүмкін. Меркурийдің тағы бір қызық жағы оның күнге қарап тұрған беті 400 градус Цельсийге дейін ыстық болса, арғы беті минус 190 градус Цельсийге дейін суық болады. Бұның себебі өз осін 59 күнде айналуы күнді 88 күнде айналуымен қатар келіп, бір жағы бірнеше ай бойы күн жарығын көрмей өтеді. Дәл осы фактор үшінде ол бір түрлі планета болып саналады. Меркурий жерден кейінгі ең тығыз планета. Дәл алғанда 5-43 грамм сантиметр кубына. Плутонды 2006 жылы планета статусынан алып тастағаннан кейін ең кішкентай планета статусы Меркурийге тиді. Тағы да бір қызықты ақпарат, сіз Меркурийді аспаннан телескоп сияқты құралдарсыз көре аласыз. Көбінесе күн батып бара жатқан кезде жарық ақ жұлдыз сияқты болып тұрады. жылы Меркурийге мессенджер зонды ұшырылды. 2011 жылы ол Меркурий орбитасына жетті. Және 4 жылдық жұмыстан кейін мессенджер өз жұмысын тоқтатты. Мессенджер ашқан ең басты жаңалық Меркурийде су бар екендігінің дәлелі болады. Күн көрмей өтетін полюстерінен суды анықтай алды және ол су кратерлердің тереңдігінде мұз болып қатып жатқанын білді. Негізінен қарасақ ол жақтағы суды сол кратерді ойған кометалармен бірге келген деген болжам айтуға болады. Өйткені кометаларда алып мұз тектес объект. Бірақ Меркурийде судың бар екені онда тіршілік мүмкін екендігін білдірмейді. Тіпті теорияларда Меркурий тіршілікке арналмаған планета екендігін айтуда. Меркурийдің есіміне келетін болсақ, ол да басқа планеталар сияқты грек-рим мифологиясынан алынған. Дәлірек айтсақ, Меркурий ежелгі рим мифологиясындағы саудагер құдай. Меркурийдің күнді өте тез айналатыны үшін де рим мифологиясындағы осы құдайдың есімін берген. Сонымен видеомыз соңына жетті. Видео сізге жақсы ақпарат берді деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. Маған қызық арнасын бағалап кетуді ұмытпаңыз.